Қайырлы күн оқырмандар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз жол орташа жылдамдық тарауының жетінші нұсқаның жетінші есебі, яғни С тобы. Тақырыбымызды жазып қояйық. Жол орташа жылдамдық. Жетінші нұсқаның жетінші есебі. Есептің шарты бойынша қайықпен 240 метр ара қашықтыққа әуелі ағыс жылдамдығы 1 метр бөлінген секунд өзенмен, сонан соң тынық сумен барып қайту қажет. Екі жағдайда да қайықтың сумен салыстырғандағы жылдамдығы 5 метр бөлінген секундқа тең. Есепті жалпы түрде шығарып, өзенмен барып қайтуға кететін уақыт тынық сумен барып қайтқандағы уақытқа қарағанда әрқашан артық болатынын дәлелде. Осы жағдайда қайықтың өзенмен жүзуге кеткен уақыты мен көлмен жүзуге кеткен уақытының қанша артық болатынын табу керек. Берілгенін жазып алайық. Берілгені екі бекеттің арасы 240 метр. Және өзен ағысының жылдамдығы 1 метр бөлінген секундқа тең. Қайықтың жылдамдығы 5 метр бөлінген секундқа тең болып тұр. Бізден сұрап жатыр, өзенмен барып қайтуға кеткен уақыт тынық сумен барып кетуге кеткен уақыттан қанша есе артық. Табу керек. Тынық сумен барып кеткендегі уақыт өзенмен барып қайтқандағы уақыттан қанша есе артық екен. Бірінші, өзенмен барып келгендегі уақытты тауып алайық. Өзен деген ағып тұрған су. Оның уақыты, барған кездегі уақыт, ол жүрілген жолдың жылдамдыққа қатынасымен анықталады. Бұл жердегі жылдамдығымыз өзен ағысымен бірге жүзгендіктен қайықтың жылдамдығы мен өзеннің жылдамдығын қосындысын аламыз. Сонда жүрілген жолымыз 240 метр, 5 қосылған 1, 6 болады. 240 бөлінген 6, 40 секундқа тең болды. Енді қайтқан кездегі уақыты S бөлінген V2. Бұл жерде өзен ағысына қарсы жүзгендіктен қайықтың жылдамдығынан өзеннің жылдамдығын азайту арқылы табамыз. 240, 5 азайтылған 1. 240 бөлінген 4, 60 секундқа тең. Сонда өзеннің барып келгенге кеткен уақыты барған кездегі уақыт пен қайтқан кездегі уақыттың қосындысына тең. 40 қосылған 60, 100 секунд болды. Екінші, көлмен. Көл деген ол бір орында тұрады, ағын жаңағы ақпайтын су, иә. Сондықтан барған кездегі уақыты S бөлінген V1 болды. Енді бұл жерде көлдің жылдамдығы болмайды, тек қайықтың жылдамдығымен ғана барады. Сондықтан S бөлінген V қайық деп аламыз. S-тің орнына 240 бөлінген қайықтың жылдамдығы 5-ке тең. 240-ты 5-ке бөлеміз енді. 48. Және қайтқан кездегі уақыты, мұнда да қайтар кезде де тек қана қайықтың жылдамдығымен жүреді, себебі көлдің жылдамдығы жоқ. 240-ты 5-ке бөлеміз, 48 секунд болды. Барып келгендегі уақыты сонда көлдің Т көл, барған кездегі уақыт мен қайтқан кездегі уақыттың қосындысын аламыз. 48-ге 48-ді қосамыз, 96 секунд болды. Енді есептің шарты бойынша тынық су деп тұрғанымыз сол көл. Көлмен барып келгенде уақыт, өзенмен барып келгенде уақыттан қанша есе артық екенін табу керек.
Т көл бөлінген Т өзен тең 96 бөлінген 100 0,96 есе артық болады екен. Сонда жауабы Т көл бөлінген Т өзен 0,96 есе. Ары қарай келесі жол орташа жылдамдық тарауының 8-ші нұсқаның 7-ші есебі. 8-ші нұсқа номері 7-ші есеп. Есептің шарты бойынша өзен ағысына қарсы жүзіп келе жатқан ескекші көпірдің астынан өтер кезде бас киімнің түсіп қалғанын байқайды. Ол бас киімнің жоқ екенін 10 минут өткен соң ғана біліп, кері бұрылып көпірден төмен 1 километр қашықтықта бас киімін тауып алса, су ағысының жылдамдығы қандай? Есептің шарты бойынша берілгені ескекші 10 минуттан кейін ғана бас киімнің жоқ екенін байқайды, және ол 1 километр жол жүргеннен кейін ғана тауып алады. Бізге табу керек өзеннің жылдамдығы неге тең? В өзен неге тең? Осы жерде халықаралық бірліктер жүйесіне айналдырып алайық. Мынау 10 минутымызды сағатқа айналдыратын болсақ, 1 сағатта 60 минут бар. Сонда 6-тан 1 сағатқа тең болды. Ары қарай енді формуласы. Бірінші, ескекші өзен ағысына қарсы жүзіп келе жатыр. Жүрген жолын формуласын жазатын болсақ, бұндағы салыстырмалы жылдамдығымыз қайықтың жылдамдығынан өзеннің жылдамдығын азайтамыз, көбейтеміз Т уақыт. Екінші, ол қайықтың жаңағы кері бұрылып 1 километр жол жүргеннен кейін ғана бас киімін тауып алды. S2-ге D-ны қосамыз, және ол ағыспен бірге жүзген кезде көбейтілген Т. Енді есептің шарты бойынша оның жүрілген жолдары тең. Мынау екінші теңдеуімізден S2-ні түрлендіріп алсақ, S2 тең қосылып тұрғанды теңдіктің екінші жағына азайту болып өтіп кетеді. В қайық қосылған В өзен көбейтілген Т азайтылған Д болды. S1 мен S2-ні енді теңестіріп аламыз. В қайық азайтылған В өзен көбейтілген Т-ның орнына 1-ден 6-дан 1-ді жазып кетейін. Тең В қайық қосылған В өзен көбейтілген 6-дан 1 азайтылған 1. Жақшаны ашайық. 6-дан 1 В қайық азайтылған 6-дан 1 В өзен тең 6-дан 1 В қайық қосылған 6-дан 1 В өзен азайтылған 1. Белгісіз шамаларды бір жаққа жинақтайық. Мына 1-дің алды минус болғандықтан теңдіктің екінші жағына өткізем, плюс болып кетеді. Ал мына шамаларды теңдіктің мына түріне өткізем. Олар қарама-қарсы амалмен өтеді. Сонда 6-дан 1 В қайық қосылған 6-дан 1 В өзен. Мынау шаманың өзін жаздым. Енді мынау минус 6-дан 1 В қайық қосылған 6-дан 1 В өзен тең 1-ге тең болды. Мынау қайықтың жылдамдықтары қысқарып кетеді. Енді мына екі шамақ бір-біріне қосылады. Бөлімдер тең болғандықтан мұнда алымы қосылады да 6-дан 2 В өзен тең 1-ге тең болды. Бұдан В өзенді табатын болсақ, 6 бөлінген 2. Яғни 3-ге тең екен. Километр бөлінген сағат. Сонда жауабы өзеннің жылдамдығы
3 километр бөлінген сағатқа тең болады. Осы сияқты есептер қызық болса, менің арнама жазылып, комментарий жазып, лайк баса отырыңыздар.